Ғажайып тастар. Айпония. Айпония? Бұл ертегі ғой. Сол кезде әлемді түнек басады. Бұл туралы Ханшайымға тез арада хабарлауымыз керек. Ол бірден жауап береді деп айттым емес пе? Қымбатты Туайлайт, жас понидің өмірінде кітап оқудан да қызықты нәрселер көп. Өзіңе дос тап. Бұл қаладағы понилердің бәрінің есі ауысқан. Ханшайым дұрыс айтқан болар. Ол жоғалып кетті. Сұмдық-ай, Айпония. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Екінші бөлім. Ұстаңдар оны. Ханшайымның қайда екенін сол ғана біледі. Менен аулақ кетіңдер. Кері қайт! Қара түнек, мәңгілікке. Ол қайда барады? Біз оны тоқтатуымыз керек. Түнімен ұйықтамадың ғой, Спайк. Сен әлі кішкентайсың. Сиқырлы тастар, тастар. Ғажайып тастар болмаса, Айпонияны қалай тоқтата аламын? Ғажайып тастар деген не? Жауап бер. Сен өз Айпония жайлы қайдан білдің? Сен не, тыңшысың ба? Тиіспе, Рэмбо Дэш. Ол ешқандай тыңшы емес. Бірақ ол мұнда не болып жатқанын білет. Солай ма, Туайлайт? Мен Айпония жайлы сәуегелікті оқыдым. Ғажайып тастар деп аталатын ғажайып нәрсе бар. Айпонияны тек сол ғана тоқтата алады. Бірақ мен оны қайдан табуға болатынын, тіпті қалай пайдалану керектігін де білмеймін. Ғажайып тастар, анықтамалы. Сен оны қайдан таптың? Ол осында болды. Оу. 6 ғажайып тастар бар. Бірақ оның 5-еу ғана белгілі. Мейірім, күлкі, жомарттық, шынайылық және адалдық. Ал 6-шы ғажайып тас әлі ашылмаған. 5 ғажайып тастар әпкелі сіңлілі понилердің көне қамалында десе. Ол қамал қазіргі Мәңгі жасыл орманда? Алақай, жүріңдер! Тоқтай тұр. Әрине, сендерге алғысым шексіз. Бірақ мен бәрін өзім істегенді жөн көрем. Алаңдама, досым. Біз жаңа досымызды мұндай қауіпті сапарға жалғыз жібере алмаймыз. Сенімен бірге барамыз. Ол жақта карамельді алма болса ғой, шіркін. Не болды? Ол өте дәмді ғой. Ай. Демек, ешқайсы мұнда бұрын келмеген болдыңдар ғой. Келген жоқпыз. Қараш, бұл жер қорқынышты ғой. Оның бәрі жалған. Эквестрияға ұқсамайды деседі. Сонда қалай? Жоқ, оны ешкім білмей. Неге екенін білесің бе? Рэмбо Дэш, қойсаңшы. Өйткені мұнда кірген жан ешқашан кері қайтпаған. Латышай, тезірек. Не істейміз? Не істейміз? Абайла, бара жатырмын. Эпплджек, байқа! Қазір сені жіберем. Есің дұрыс па? Алаңдама, сені құтқарып қалам деп уәде берем. Бірақ бұл қауіпті ғой. Тыңдашы, мен саған тек шындықты ғана айтам. Маған сен, мені жіберсең, аман қаласың. Кешіріңдер, мен бір-екі қояннан ауыр еш нәрсе көтермеп едім. Пинки Пай мен Реритиді құтқарғаннан кейін
Флаттершай екеуміз дер кезінде келдік те, сені құтқарып қалдық. Я, Дэш, үлгеріп қалдыңдар. Сендерге алғысым шексіз. Бірақ біз... Мантигор! Оның жанынан өтіп кетуіміз керек. Мұндай бұзақылық істеме. О, менің шалым. Тоқта. Яху! Тұлпар деп осынар! Тоқта дейім. Ол енді сенікі, досым! Құп болады. Тоқта. Рейнбоу Дэш! Бәрі дұрыс. Байғұс балақай. Балақай? Қазір аздап қана ауырады. Флаттершай! Сен бар болғаны қорғансыз мысықсың ғой, солай ма? Солай ғой, я! Дүкен кіргенін қайдан білдің? Білген жоқпын. Бар болғаны бәріне мейірімді болуымыз керек. Мына кірден көзім талып кетті. Тынығып алуым керек сияқты. Бірақ дәл бұлай дегім келген жоқ. Көне қирандылар дәл алдымызда болса да, біз оларды байқамай өтіп кетуіміз мүмкін. Ай, ауырттың ғой. Кешірші, байқамай бір нәрсе басып кеткен сияқтымын. Ай, жай батпақ екен ғой. Не болды сонша айғайлап? Пинки, не істеп жатырсың? Қашсаңшы! Достар, көрмей тұрсыңдар ма? Кішкентай болған кезімде, кеш батқан қараңғы кезде. Ән салмақшы ма? Қорқынышты елестер көзіме көрінгенде. Солай сияқты. Үрейден қашып кеттім, жастыққа тығылдым. Ешқашан қорқпа құлынам деп әжем жұбатты. Сонда қалай? Қорқпа Пинки, ешкімнен ешқашан. Көңілді бол әркез Пинки, сабыр сақтасаң бірі де оңалар. Қорқыныш жоғалар, батылды құралар. Бәріміз жүрекпіз, біз қайта жүрекпіз. Үрейге тұқарам, Гүліміз қақалар. Қорқыныш жоғалар, батылды құралар. Өжетпіз бәріміз жолыма шау, бізге қорықпау үшін бізге көбірек күлу керек. Мына өзеннен қалай өтеміз? Бұл қандай әлем өзі, қандай әлем? Кешіріңіз, мырза. Сіз не үшін жылап жатырсыз? Білмеймін тіпті. Осы жерде өз шаруамен айналысып тып-тыныш отырғам. Бір кезде қайдан келген белгісіз, күлгін бұлттыр қаптап бір мұртымды жұлып кетті. Енді міне, ұсқынсыз күйге түстім. Сұмдық-ай! Ай, Соған бола жылауға бола ма? Дэш, онда тұрған не бар екен? не олай дейсің? Соншама мейірімсіз болуға бола ма екен? Қараңдаршы, қабыршақтары қандай әдемі. Қандай әдемі. Білемін, Айдарыңыз да сәнді екен. білем ғой, білемін. Тырнақтарыңыз тіпті керемет. Дұрыс айтасың, дұрыс. Бірақ тамаша мұртыңыз болмаса, мұның бәрі түк емес. Дәл таптың, мен ұсқынсызмын. Мен осындай сән мен сұлулықты ұсқынсыз күйде қалдыра алмаймын. Ау!
Sen nege bulay istedin? Rarity, uni ne? Oo, benim murtum. Oh, Qanday keremet. Öte ademi. Әдемі боп кеттіңіз. Оу, Rarity, енді құйрығың қандай болады? Уайымдама, досым. Қазір қысқа құйрық сәнге айналған. Уайымдама, ол тез-ақ өсіп кетеді. Мұртта солай тез өседі. Енді өтуге болады. Жүріңдер. Öte veriңдер. Әне, ғажайып тастар сақталған көне қорғандар. Ақыры таптық-ау! Жетейін деп қалдық. Бүгін саған не болып жүр, Спаркл? Енді не істейміз? Жол болмады. Рейнбоу, Бұл кім? Рейнбоу. Мен сенен қорқпаймын. Кәне, шық бері. Біз Эквестриядағы ең жылдам ұшатын пониді көптен бері күтіп жүредік. Кімді? Әрине, сені. Рас па? Я, ол мен ғой. Мен. Сізден найзағай ойната алатын шығарсыз. Өйткені көптен бері сол топқа қосылғым кеп жүреді. Жоқ, Рейнбоу Дэш. Бізге кеп қосылғаныңды қалаймыз. Біз еркін ормандағы ең мықты понимыз. Көп ұзамай біз Эквестриядағы ең үздік, ең керемет топқа айналамыз. Бірақ ол үшін бізге капитан керек. Найзағайды керемет ойната білетін? Мен? Ең батыл. Я? Жер бетіндегі ең жылдам. Я? Бұл мен туралы ғой. Бізге сен керексің. Алақай! Мені де қатарларына қосыңдар. Қазір мына көпірді жөндей салайын, сосын келшіміз. Жоқ, не біз, не олар. Рейнбоу, сен онда не істеп жатырсың? Жоқ. Рейнбоу! Оларды тыңдама. Ал, Мен... Рахмет, мен келіспеймін. Мен өз достарымды таңдайын. Жарадың, Рейнбоу. Көрдіңдер ме? Мен достарымды қиындықта қалдырмаймын. Кел, Туайлайт. Сенің іздегенің осы емес пе? Ғажайып тастар. Ақыры таптық-ау. Абайлаңдар. Абайлаңдар. 1, 2, 3, 4. Барлығы 5-ақ қой. Алтыншысы қайда? Кітапта 6 элементті біріктірген кезде ұшқын шығып, 6-шысын көрсетеді деп жазылған. Қызық, ол сонда не болды екен? Сенімде емеспін, бірақ менде бір ой бар. Әрі тұрыңдар. Не боларын білмеймін ғой. Менімен бірге жүріңдер, ол ойын жинақтау керек. Туайлайт! Ғажайып тастар. Туайлайт, қайда? Кетті. Туайлайт, қайдасың? Қараңдар. Жүріңдер. бұл әзілің бе? Әзілдеп тұрсың ғой, ә? Ай, бір ғана ұшқын. Қане, қане. Жоқ, жоқ.
тас қайда? Өңшең ақмақтар, мені жеңе алам деп ойладыңдар ма? Енді ханшайымдарыңды да күнді де ешқашан көрмейсіңдер. Жерді қара түнек басады. Қара түнек. Досым, біз келе жатырмыз. Сен ғажайып тастарды оп-оңай құрта салам деп ойладың ба? Оңбай қателестің. Өйткені ғажайып тастың күші осында. Ол күш. Міне! Не? Күмән келтірген кезімде сенім ұялатқан Эпплджек, шынайылық рухы. Аяушылық танытып, мантикорды жуасқан Флаттершай, мейірім рухы. Қорқынышқа тура қарап, оны күлкіге айналдырған Пинки Пай, күлкі рухы. Көңілсіз жыланның еңсесін көтеріп, сыйлық жасаған Рерити, жомарттық рухы. Ал өз пайдасы үшін достарын тастамаған Рейнбоу Дэш, адалдық рухы. Осы 5 понидің күші бізді сен құрған тұзақтың бәрінен алып шықты. Бірақ сендерде әлі 6-шы ғажайып тас жоқ. Ұшқын шыққан жоқ. Шықты. Ол басқа ұшқын. Мен оны сендердің дауыстарыңды естіп, өздеріңді көріп қуанған кезде сезіндім. Сендердің маған дос екендеріңді түсінген кезде жарқыраған жаңа ұшқын пайда болды. Қарашы, Айпония, қарашы. Біздің жүрегімізден ұшқын шыққан кезде нұр пайда болды. Біз іздеген 6-шы ғажайып тас осы. Ой, басым-ай. Бәрің амансыңдар ма? Керемет! Рерити, қандай керемет. Білем, енді оны ешқашан шешпеймін. Жоқ, алқаңа қараш, өте әдемі екен. Сенікі де әдемі екен. Маған қараңдаршы. Ой, я. Туайлайт, Айпония сені алдап тұр екен десем, мен мұның достықтың күші екенін түсіндім. Бұл ақиқат. Селестия ханшайым! Туайлайт Спаркл, менің адал шәкіртім. Сенің қолыңнан келетінін білгем. Бірақ сіз бұл бар болғаны ертегі деп едіңіз ғой. Мен саған дос табуым керек дедім ғой. Басқа ештеңе айтқан жоқпын. Мен Айпонияның қайтып келетінін білдім. Ал оны сенің ғана жеңе алатыныңды сезгенмін. Бірақ достарың болмаса, қолыңнан еш нәрсе келмес еді. Менің тағы бір өтінішім бар. Айпония, сені көрмегеніме 1000 жыл болыпты. Бәрін ұмытып татуласайық. Сіңілім ау, бұл елді екеуміз бірге басқаруымыз керек. Сіңілім? Менің достығымды қабылдайсың ба, сіңілім? Кешірші мені. Сені қатты сағындым, әпкетай. Мен де сені сағындым. Мұның не екенін білесіңдер ме? Көңілді кеш өтер. Алтыным ау, неге сонша көңілсізсің? Тапсырманы орындап, Контрлоттағы оқуыңа қайта оралатыныңа риза емессің бе? Осымен бітті. Мен үшін достарымның қандай қымбат екенін түсінген кезде,
кетуіме тура келіп тұр. Спайк, жаса қойшы. Мен Селестия ханшайым Twilight Sparkleға Эквестриядағы жаңа міндетін дұрыс орындауды бұйырамын. Ол достық, жеңілмейтін күш екенін әрі қарай зерттеп, жаңа мекені Панивилиядағы барлық жаңалықты маған хабарлап отыруға тиіс. Рахмет, Селестия ханшайым. Мен енді барымды салып білім алуға уәде берем. Керемет болды ғой. Сен қуанбайсың ба? Мен қуанып тұрмын. Әрине енді. Бірақ шынымды айтсам, Екінші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.